Бүгінгі ақ қалпақ күніңіздер құт болсын. Бұл ар бір ер жігіттің башында майрам күні ғана киіле тұрған баш киім емес. Күніге қачан бізден алтын башыбыз ақырет сапарына аттанғанға чейін башыбызда жүре тұрған ұлы сыймықты баш киім. Ата-бабаларыбыз мұны бізге ушул муындан муынға өткізіп мурас қылып қалтырған, жерде жатып төленбей тұрған, ардайым сыймық менен ер жігіттердің башында киіліп жүріле тұрған бұл өзгөчө баш киім. Ушуну унутпаңыздар. Бұл ак калпак ысыкта күндөн коргосо, сууктан коргой турган, ер азаматтарга өзүнчө bir энергия бере турган, дымак бере турган, күч бере турган улуу мурас. Ошон үчүн биз мурасыбызды ыйык сактап аздектешибиз керек. Мына сиздер азыр падышалардын кадам издери калган, хандардын кадам издери калган Караханит мамлекети деп улуу ата-бабаларыбыздан мурас калган ыйык жайда турасыңар. Ар дайым шаарыңарды, обласыңарды, мамлекетиңерди коргоо үчүн ар дайым даяр турган, эл журттун ар дайым ынтымакчылыгын бекем кармай турган, улут улутка бөлбөй, уруу урууга бөлбөй, бардыгыңар мен кыргызстандыкмын деп, мен кыргыз тукумумун деп башыңардан ак калпагыңарды түшүрбөй кийип жүрө турган эр азаматсыңар деп эсептейм. Ар бириңиздерге жакшылык каалайм, ийгилик каалайм, оомат каалайм. Мына Орозонун улук күнүндө турабыз. Биз ушул Орозонун улук күнүндө туш келген бүгүнкү ак калпак майрамыбыз жалпы Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге, кыргызстандыктарга кут болсун. Майрамыңыздар менен.